Жүректегі мұз 62-ші бөлімі. Бүгінгі бөлім өте қызықты эпизодқа толы. Бунами өзінің Сәметтің ұлы екенін білгеннен кейін ауырып жатқан Сәметке бүйрегін беру керек болады. Бірақ әдеттегідей ақша жасап қалғысы келген және өз тегін алғысы келген Бунами бүйрек менікі, мен ешқашан бүйрегімді бермеймін деп айқай шығаруда. Асад та, Қарека да, Хикмет те Бунамиге бүйрегіңді бер дейді. Осы кезде әйелі де менің күйеуім не десе сол болады, Хикмет дейді. Сонда Хикмет күледі. Сен мені Хикмет деп тұрмысың? Осылай мысқылдап. Енді Бунамиге бүйрегін, яғни әкесін тірі алып қалу үшін Жихан келісімге келейік, болмаса бұл үйден кет дейді. Әрине осы сәтті күткен Бунами, мына сары бала өте дұрыс айтады. Ол өте ақылды, міне осылай келісу керек деп, інілім деп Асадқа қарайды. Әкесіне бүйрегін беру үшін мынандай келісім шартқа отырады. Ол бірінші шарт өзінің тегі Шансален әулетінің тегін алу, екінші шарты көлік, ақша дегендей. Барлығы осылай келісіммен болады. Ал Сибилай мен Нұх әдеттегідей бақытты. Нұх айтып жатыр, менің досым қызына ұсыныс жасаған, қандай жасауға болады деп Сибилайда кеңес сұрап жатыр. Сибилай өзіне ұсыныс жасағанын біліп тұр. Тек тізерлеме, мен өте ұялшақ адаммын дейді. Сонда да Нұх қыз ұзатқан кезде арнайы дәстүрлі биімен Сибилайдың көңілін аулап, тіпті Сибилайға өте көңілді кеш сыйлап, соңында тізерлеп отырып үйленуге ұсыныс айтады. Сибилай аң-таң. Ал мұнда Сәмет пен Бунамиге ота жақсы өтеді, тіпті бүйрегін береді. Барлығы мәз болып тұр. Сибилай мен Нұх романтикасын жалғастырды. Рахмет, бұл өте әдемі дейді. Жихан мен Мелик те өте бақытты. Екеуінің осындай күлкісін көптен бері көрмеген және сағызға таласып қалады. Жихан Меликке көп рахмет дейді, қасымда болғаның үшін деп. Сумру мен Таксин жеке кездесіп жүр. Таксин айтады, Сәмет ұйқыдан оянды, аурухана төсегінен оянды. Мен Сәметке тағы да тосын сыйлық жасағалы жатырмын, күте тұр дейді. Мұнда Сәмет Бунамиге қарап, рахмет балам дейді. Осыған өзіне бүйрегін берген үшін алғысын айтып жатыр. Бунами әдеттегідей әкесіне мұңлы көзбен қарап. Бір түнді бірге өткізген Сибилай ұйқыдан тұрғанда Нұх жоқ еді. Өйткені Нұхтың ойында бірдеңе бар. Сибилай іздеді, бірақ таппады. Сыртқа шыққан кезде мұңды оймен тұрды. Өйткені оның Нұхтың санасында бір ғана сұрақ. Бірақ айтқысы келмеді әзірге. Не болды? Неге көңілсізсің деген сұраққа жауап берер емес. Әлі де көңілсіз. Сибилай қанша жерде еркелесе де, Нұх жауабын айтпай, осылай өте көңілсіз түрмен кетіп бара жатты. Сибилай әлі де түсінер емес. Үйіне келгеннен кейін ашуланып, не айт болмаса, мен кетемін деді. Сол кезде Сибилайға, сен Жиханмен жатқансың, өзіңді біліп тұрсың ғой, қыз болмай шыққаның дейді. Осы кезде Сибилайдың намысына тиіп қатты ашуланып, түнде ғана сыйлаған неке сақинасын лақтырып жіберді. Нұхтың осындай ыңғайсыз сұрағынан Сибилай енді Нұхпен ажырасты. Ашуланған Сибилайды көрген Мелик, не болды, Нұх, не істедің дейді. Сол кезде ол айтқан, ол Жиханмен жатқан деп нагло айтып тастағаннан кейін ашуланып шығып кетті. Сибилай жұбатпақ болып, Сибилай тоқташы, біз бірге барамыз, мен саған көмектесейін. Менің бауырымның мінезі осындай, кешірші деп Нұхтың атынан кешірім сұрады. Кино ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер, жалғасы бар.